Бүгін біздер қазақтың ұлттық ойындарының бірі хан талапай ойынын ойнаймыз. Хан талапай ойынның шартын түсіндіре кетейін. Хан талапай ойыны асық ойындарының бір түрі. Менің қолымдағы қоржынның ішінде бірнеше асық бар. Бұл қоржынның ішіндегі асықтардың ішінде ерекше қызыл түсті асық бар екен. Ол асық балалар хан асығы деп аталады. Шашылған асықтарымыздың ішінен жинап алып, ішінен біреуін сақа қылып сайлаймыз. Жиналған асықтарымызды ортаға тіземіз. Таңдалған сақа асығымызбен дәлдеп, сол асықты атамыз. Мергендеп атып алған асығымызды қоржынымызға жинай береміз. Ендеше ойынымызды бастаймыз. Талапай-ау талапай, басталды ойын алақай. Балалар, ойынымызды бастау үшін асықтарымызды тізіп қояйық. Хан асығы Нұриманға бұйырды. Ендеше Нұриман тізілген асықтарды ату мүмкіндігіне ие болды. Балалар, бүгінгі ойын сіздерге ұнады ма? Барлығыңда бірдей күшті ойын көрсеткендеріңіз үшін рахмет айтамын. Балалар, ендеше осындай қазақтың ұлттық ойындарын дәріптеп ойнап жүрейік.